Айару есімді кішкентай қыз бақшада ойнап жүреді. Ол айналасындағы әдемі гүлдерге, биік ағаштарға қарап, осының бәрінің өз аты қалай аталды екен, деп ойлады. Ол әрбір нәрсенің есімі болатынын түсінгісі келді. Кенет оның алдынан жарқыраған, кішкентай ғана тану есімді робот ұшып шықты. Сәлем, Айару. Мен саған сөздер әлемінің құпиясын ашамын. Әлемдегі барлық заттың өз есімі бар, біз оны зат есім дейміз, деді ол. Тану Айаруға түсіндіре бастады. Зат есімдер екі үлкен топқа бөлінеді. Адамдарға біз кім деп сұрақ қоямыз, ал басқаның бәріне не деп сұрақ қоямыз. Айару мұны естіп айналасына басқаша қарай бастады. Сол кезде бақшадағы орындықта Айарудың атасы отырған еді. Анау кім? Деп сұрады Тану. Ол менің атам, деп жауап берді Айару. Тану қуанып, дұрыс. Ата, бұл кім сұрағына жауап беретін зат есім, деді. Кенет бұтаның арасынан бір кішкентай мысық секіріп шықты. Ал мынау кім? Деп сұрады Айару. Тану басын шайқап, жоқ, Айару, бұл адам емес қой. Сондықтан жануарларға біз не деп сұрақ қоямыз? Бұл мысық, деп түсіндірді. Олар үлкен алма ағашының жанына келді. Тану ағаштың бұтағын көрсетті. Ағаш, алма, жапырақ, бұлардың бәрі жансыз заттар мен өсімдіктер. Оларға да не деген сұрақ қойылады, деді ол білімді үнмен. Айару сөмкесінен өзінің жақсы көретін ертегі кітабын алып шықты. Ендеше, мынау да зат есім бе? Деп сұрады ол. Әрине. Кітап бұл не сұрағына жауап беретін зат есім, деп жауап берді Тану. Кенет аспанды бұлт торлап, жаңбыр сіркірей бастады. Айару жаңбыр астында қалмау үшін қолшатырын ашты. Жаңбыр мен бұлтта зат есім бе? Деп сұрады ол таңырқап. Тану, иә, табиғат құбылыстары да не сұрағына жауап береді, деді. Тану Айаруға соңғы маңызды нәрсені айтты. Сонымен Айару заттың, адамның, жануардың немесе табиғат құбылысының атын білдіретін сөздерді біз зат есім дейміз. Айару енді бәрін түсінді. Ол Тануға рахмет айтып үйіне қарай жүгірді. Енді ол жол бойындағы әрбір нәрсенің атын атап, оған сұрақ қоюмен болды. Сөздер әлемі қандай қызық.